Ал қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін біз мінекей осы январда 20-сынан бастап 31-не дейін аралықта 50 балл жасаған клиенттердің арасында мінекей осындай күшті вертикальный беспроводной пылесос ойнатамыз, және де 20 ақшалай ұтыс ойнатамыз деген болатынбыз. Мінекей сол күнімізге жеттік, Аллаға шүкір. Чектарыңыздың бәрін ретке келтіріп, қыздар бәрін тексеріп, қазіргі таңда мінекей бізде номероктарыңыз бар, барлықтарыңыздың. Көрмей жатқан кісілер болса, запистан көресіздер. Енді бүгін жаңа естіп жатсыздар ғой, қыздар кіре салып, айлықтарыңыз құтты болсын деп бірін-бірі құттықтап жатыр. Бізде бүгін действительно әрбір айдың 2-сіне айлық түседі. Табыстарыңыз құтты болсын. Осы айда біз командамызбен 20 миллион теңгеге дейін табыс тауыппыз. Бұл енді біздің командамыздың осы Siberian Wellness корпорациясының беріп жатқан мүмкіншілігін пайдаланып жатқанымыздың арқасында. Жалпы міне осы ұтысқа келдіңіздер ғой сіздер, біздің Siberian Wellness компаниясының осындай керемет, таза, табиғи өнімдерін алдыңыздар, өнімді білесіздер. Енді сіздерге бір керемет ұсыныс айтқым келіп тұр. Siberian Wellness компаниясы осындай керемет балаларға арналған, мінекей ер азаматтардың күш қуатын арттыратын, және де қазіргі хит өнім, таза пептидті коллаген, мынандай осындай күшті керемет хит өнімдерді шығарып жатыр, сіздер уже алып көрген адамсыздар осы өнімдерді. Бұл группада, жалпы мынау каналда, бұл өнімді алмаған адам жоқ. Осы жердегі мінекей ұтысқа қатысып отқан адамның бәрі осы өнімді алған адамдар. Енді өнім егер сіздерге ұнап жатса, осы өнімдерді біздің мінекей осы партнерларымыз тегін алады, білесіздер ма? Мен ай сайын өзіме 20 мыңға, 50 мыңға, 60 мыңға, тіпті кейде 120 мың теңгеге дейін осындай өнімдерді, керемет біздің хит өнімдерді өзімнің отбасыма тегін алам. Егер сіздер осы партнер программасына, ауысып клиент программасынан өнімдерді тегін алып ішіп жасарғыларыңыз келсе, егер өз отбасыңыздың жаңағыдай балаларыңыздың иммунитетін көтергілеріңіз келсе, ата-аналарыңызға егерде осындай күшті керемет табиғи ем-дом қабылдағыларыңыз келсе біздің өнімдер арқылы, клуб 200 бағдарламасына мені кіргізші деп сізді осы группаға шақырған адамға айтыңыздар міндетті түрде. Клуб 200, клуб 500, клуб 1000 бағдарламасына кіру арқылы сіздер әр ай сайын осылай мен сияқты тегін өнім ала аласыздар. Және де біз бүгін табысымыз түсіп жатыр. Сіздердің рұқсаттарыңызбен қазір мен запись экрана жасап, мен сіздерге біздің просто внутренний кухнямызды көрсеткіміз келіп тұр да. Осы менің Қазақстан бойынша тек қана қазақша жүргізетін группамды, осы бірақ группамды сіздерге көрсеткім келіп тұр. Қаншалықты біздің қыздар қарапайым осы сіздер сияқты қыз-келіншектер ақша тауып жатқан, Қазір мінекей трансляция экрана болады, Так. Начать трансляцию. Енді маған айтыңыздаршы. Менің телефоным экраны көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. Қазір көрініп тұр ма? Мен қазір WhatsApp-қа кірдім, көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Міне қараңыздар, біздің командный чат, Біздің командный чатта мінекей 100-ге жуық осы Қазақстан қыз-келіншектері отыр. Міне бүгін бізде, қазір мен сіздерге осылай прям көрсетейінші, қаншалықты қыз-келіншектер бізде қараңызшы, өмірде статусына қарамастан, жасына қарамастан айлық тауып жатыр. Міне қазір осы жерде таныстырып өтейін сіздерге. Даже осы жерде отырған қыздар болса, микрофондарыңыз қосып, бұл мен деп айтып өтсеңіздер де болады, Міне бүгін бізде командамызбен 19 миллион 200 мың теңге табыс тауып отырмыз. Міне Дильфуза ханым біздің ортамызға келгеніне бір ай болды. Бір айдың өзінде мінекей қараңыздар, қандай күшті табыс тауып жатыр, Мына жерде мысалға бізде Венера апа медсестра болып жұмыс жасайды бұл кісі, өзінің жұмысына қоса мінекей 233 мың теңге тағы қосымша табыс тауып жатыр. Мінекей мына жерде мысалға Балжан үйде отырған ана 156 мың теңге тауып жатыр, Мен қараңызшы, Венера жазып жатыр, 2 немере әжесімін, өзім медсестра болып жұмыс жасаймын, қосымша телефонымен отырып осылай мінекей табыс тауып жатырмын деп мінекей айтып жатыр, қараңыздаршы. Және бізде Жанна ханым бізге қосылғанына тоже
аз уақыттың ішінде уже 88 мың теңге табыс тауып отыр. Қараңыздаршы, Бақытгүл мысалға мұғалім болып жұмыс жасайды, ал мына жерде қосымша табыс тауып, еще оған қоса отбасына керекті өнімдерін тегін алып отқан қыздар, мына қыздардың бәрі. Қараңыздаршы, және мінекей мына жерде тоже қыздар, міне Диля ханым 119 мың теңге. Милана тоже біздің ортамызға жақында ғана қосылды, иә. Міне екінші айдағы табысы қараңыздаршы, небәрі 2 айдың ішінде 91 мың теңге табыс тауып отыр. Егер сізде осылай 91 мың теңге табыс келетін болса сізге, еще өзіңіздің өнімдеріңіз 20-30 мың теңгеге өнімдеріңіз тегін алып отырсаңыздар, қандай керемет, иә. Міне Жанар деген қыз тоже, иә. Бізде мінекей Гүлайымның командасынан Жанара тоже осы айда келіп қосылды. Уже 98 мың теңге ақша тауып отыр. Қараңызшы. Мінекей, және Гүлайым тоже өзінің основной жұмысы бар. Оған қоса мінекей осы жерде 306 мың теңге тауып отыр. Әдемі ханым, қараңыздаршы, мінекей, иә. Әдемі микрофон қосып, міне осы табысты қалай тауып отырсың? 356 мың теңге деген, ол кәдімгідей бір бастықтың табысы ғой, былайынша айтқанда, иә. Айтып өтіңізші, мына өзіңіз міне көріп тұрсыз ғой мына жерде. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Бұл бар ғой менің тоқтамай күнделікті әрекет жасағанның арқасы. Мен ешқашан былай далаға шығып адамдарға рекламировать еткен жоқпын. Онлайн, TikTok, Instagram өзімнің клиентский чатымен жұмыс істеп, сарафанный радио дейді ғой, мықты жаңағы консультация бере отырып, плюс еще мен кішкентай балам бар, 2 жасар. Көп балалы анамын. Плюс еще менің өзімнің основной жұмысым бар, контроль качествода бір жерде мекемеде жұмыс істеймін. Сөйтіп жанталасып осылай қосымша табыс тауып отырмын. Негізі бұның барлығы мен наставнигім Ақбота ханым мен Мадина ханымның маған жаңағында үйреткен сабақтардың арқасында. Сол қорықпаңыздар, тоқтамау керек деп қана. Еселенсін. Міне Зухра ханым бізге Бағдат апаның командасынан бұл кісі тоже келгеніне білесіздер ма, бір 3 ақ жұма болды. 3 жұманың ішінде уже мінекей 106 мың теңге табыс тауып отыр. Қараңыздаршы, қандай күшті, иә. Міне Балжан жазып жатыр, мінекей, иә. Мен осы айда табысым Аллаға шүкір, міне жайлап өсудемін. Атым Балжан, Отырар ауданы 3 баланың анасымын дейді. Міне баламен декретте отырып, үйде отырып, телефонмен просто информациямен жұмыс жасайсыздар да. Міне 1,5 миллион теңге мысалға да көп балалы анамын, Сайберен Вэлнеспен армандаған машинамда, үйімде, және де оннан аса елге саяхатқа барып келдім. Міне қараңыздаршы, Сайберен Вэлнеспен барлық сіздер армандарыңызды орындай аласыздар. Например, міне Алтынай ханым тоже 367 мың теңге. Мына жерде мінекей Гүлжауһар ханым, бұл кісі де бір осы 45 мың теңгені бір-ақ аптаның аясында, білесіздер ма, бір 3 адамнан заказ алды, и все, осылай мінекей үйде отырып табыстап отыр. Жаңа ғана қосылды біздің ортамызға, иә. Мінекей тоже қараңыздар, қаншама адамдар, міне мына жерде Айнура мысалға да, тоже үйде отырған кішкентай баласы бар, например, да, декретте отыр мысалы. Міне так, Жанерке тоже Әдемі ханым командасынан клиент болып келіп, осылай сіздер сияқты розыгрыштарға да қатысып, соңында мінекей партнер болып, міне бүгінде өзінің клуб 200 бағдарламасымен, клуб 500 бағдарламасымен өнімін тегін алып, еще табыс тауып отыр. Міне қараңыздаршы, сіздер сияқты қарапайым қыз келіншектер, былай қарап отырсаңыздар. Міне Назерке мысалға да ерекше баласымен үйде отырып, міне 180 мың теңге табыс тауып отыр. Қандай күшті қыздар! Егер де сіздер мінекей, міне Бағдат апа, қараңыздаршы, мынаны оқыңыздаршы мінекей, Бағдат апа жасым 67-де дейді мінекей, қаңтар айында мінекей тауып отқан табысы 350 мың теңге. Бағдат апа, осы жерде отырсаңыз микрофоныңыз қосып, мына 350 мың теңгені қалай тауып жатсыз, айтыңыз енді бізге. Бәріңізге қош келдіңіздер деген біледі. Мен жасым 67-де, мен осы жерде жұмыс жасағаныма 3 жыл болды. Енді мен рангым қазір жоғарылады, бірақ мен жаңа әдемі сияқты тынбай жұмыс жасаймын. Таңертеңнен бастап мен консультацияда беріп жатамын. Және де тойға барсам, тойдан адамдар тауып алып тіркеп жатамын. Осы жолы мен өткен айдағыдан қарағанда бек болыпты. Действительно. Сондықтан консультация клиенттерді тіркей беріңіздер. Айлықтарың күшті болады. Енді қараңыз, Бағдат апа, сіздің енді жасыңыз 67-де, например, сумка тасып, каталог тасып, сатып жүрсіз ба, жоқ әлде телефонмен жасап жатсыз ба? Телефонмен жасаймын мен. Мен ручка и кішкентай қағаз болды.
иә Вот. күшті ғой, мен жұмысыма ризамын. Иә, Ақбота, сендей адаммен кездескеніме, осы жұмыстың болғанына ризамын. Сен удовольствие аласың ғой, күшті, керемет. Жұртқа не бересің, жаңағы программа бересің, адамдар жазылып атады, нәтижесін көріп атады, рахметін көріп атады, айлықты алып атады. Өзіңіздің алған нәтижеңізді айтыңызшы. Өзіңіз, например, да, сізде бірнеше диагноз болды, например, да, қысқаша бір айтып өтсеңіз. Міне, Бағдат апа, бұрын, мысалға да, менімен кездескен кезде бір сумка, дәл мынандай сумкасы бар, іші тола дәрі болатын. Сосын мен айттым, құртыңыздың бәрін сәбилен болыңыздың дәрісіне ауыстырыңыз деп. Мен енді шынымен де қатты ауырып келген адам ғой, табанымнан жүре алмай, тізем тартылып, тіземде дұрыс жүрмейді, басым ауырады, давление, жаңағы мойыным күжірейіп, көзім дұрыс көрмей, менде көп ауыр болды. Асқазаным да ауырады, өтім де ауырады, бауыр вообще жировой. Мен бәрі аурудан жақсардым мен. Мен просто өзім арғата жақсы болу үшін, әжімдерімді, бетіме серпімділік беру үшін. Сосын, вообще мен қазір биыл даже буынға ішіп отқан жоқпын магнийден басқа. Мен қаншама буынға программа аштым мен кезінде. Сондықтан нәтиже күшті көресті. Действительно, өзің айтқандай, жаңағы емдік шипасы бар, табиғи өлім дейді ғой. Емдік шипасы бар. Еш жерден таба алмайтын. Енді бізде қараңыздар, келесі Мадина апа. Мадина апа бұрында банктың қызметкері болған, банкта жұмыс жасаған кісі. Біздің командамызда қазір мінекей қараңыздар 250 мың теңге табыстап отыр. Телефонмен қыдырып жүріп, например, да, Мадина апа бармыз. Спасибо, Мадина апа, микрофоныңыз болсын. Қайырлы кеш. Үйде қыдырып жүріп, немерелерге қарап, өзім бастық болып жүрген адам, негізі банктен сол үшін кеткен. Өзім бастық боламын деп. Вообще супер ғой бұл жерде табыс деген. Только телефонмен интернет болса болды, телефон и ақпарат береміз. Сонымен жұмыс жасаймыз. Тек қана консультация берсек болды. Адамдарға витаминдер. Адамдарға сауапты іс жасап жатырмыз ғой. Менің командам супер ғой, менің командам. Молодцы. Барлықтарыңызға рахмет. Міне, Мадина апаның командасында қараңыздар, біздің бизнес, сіздер ойламаңыздар, бір пирамида, бір нәрсе деп, Міне қараңыздар, Мадина апаның айлығы 250 мың теңге болса, например, командасы 1,8 миллион теңге тауып отыр. Қараңыздар, қандай күшті. Әрбір адам өзін жасаған объемына қарай ақша тауып отыр. Вот честный, прозрачный маркетинг деген осы. Бізде еще осы жерде Айнура бар. Айнурочка, Кабдрашитова Айнура деген қыз бар. Ол қыз тоже үйде отырған ана, кішкентай балалары бар. Кішкентай 2 баласы бар. Сол 2 баланы білесіздер ғой, ona бірінен кейін бірі 2 баланың жұмысы бітпейді, на самом деле бар ғой. Біреу бісек қояды, біреу түшіп қояды, біреу бірдеңе істейді, біреу бірдеңе болады. Ол ауырады, еще бір жерге барса да, обязательно. Вот сондай шыжбыждың ортасында жүріп, Айнурада табыс тауып жатырмын. Айнура, барсыз ба? Иә, қайырлы кеш, қалайсыздар? Мен енді үйде отырғаныма уже 4-ші жыл декретте. Негізгі мамандығым фармацевт. Бірақтан осы қосымша жұмыс ретінде қазір декретте отырғандықтан мен осы табысыма ризамын. Декретте отырғаннан кейін қосымша жаңағыдай артық ақша ешкімге артық етпейді. Өзімнің балаларымның осындай қажеттіліктерін жауып, үйге бір нан, сүт алсам да күнделікті осындай расходтарымды осы компанияда тауып отырмын. Тегін сертификаттармен өнімдер ішіп, өзіміз денсаулықтарымызды жақсартамыз. Біз аптекадан мүлдем дәрі ішпейді, мен балаларым. Тұту ондай қатты көп ауырмайды да. Рахмет. Міне қыздар, осы жерде енді бірнеше қыздар бар, на самом деле табыстау отырған. Енді сіздердің көп уақыттарыңызды алғымыз келмейді, бірақ енді осы өнімді сіздер алып көрдіңіздер, Егер енді осы өнімдерді өздеріңіздің отбасыларыңызға тегін алғыларыңыз келсе, еще жаңа қыз-келіншектер сияқты, жасыңызға қарамастан, өмірлік статусыңызға қарамастан, жаңа түрлі салада жұмыс жасап жатқан адамдарды көрдіңіздер, Біреу мұғалім, біреу декреттегі ана, біреу жаңағыдай бір мекемеде жұмыс жасайды, біреу банкир, біреу пенсиядағы апа деген сияқты, үйде отырған ана деген сияқты. Сіздер өмірлік статустарыңызға қарамай, жастыңызға қарамай, бәрімізге денсаулық керек. Кішкентай баладан бастап еңкейіп жүрген, мысалға да,
егде жастағы, мысалы үлкен жастағы кісілерге дейін біздің өнімдер қажет әрбір отбасына. Өзіңіздің отбасыңыздың денсаулығын нығайта отырып, өзіңіз отбасыңызға қамқоршы әйел бола отырып, еще и өзіңіздің хотелкаларыңызға қосымша табыс тапқыларыңыз келсе, біз сіздерді командамызға шақырамыз. Осы каналға сізді кім қосты осы ұтысқа, сол адамға шығып жекесіне мен де сіздердің орталарыңызға қосылғым келеді деп жазыңыздар. Адамды өзгертетін орта, адамды өзгертетін жалпы мынау өзінің талпынысы, сондай бір талпыныс болса сіздерде, біз сіздерді үйретуге дайынбыз. Жұмыстың бәрі телефон арқылы жасалады. Бұрынғы сетевой сияқты біз көшеде жүрмейміз, зат тасымаймыз, каталог тасымаймыз. Осы жерде даже осы розыгрышке қатысқан адамдардың барлығын үйіне ешкім бүйтіп затты апарып беріп, мә деп берген жоқ. Өздеріңіз с удовольствием заказ беріп алғансыздар, Ал енді Назерке, қосыласың ба? Мен өзім экранымды сөндірем. Қазір бізде міне сіздердің күткен вертикальный пылесостарыңыз ойнатылады. Ең қызық жерге келдік. Так, мен көрініп тұрмын ба? Қайырлы кеш, қалайсыздар? Да, көрініп тұрсыз. Күшті. Қайырлы кеш, көрініп тұрсыз. Мен қазір нені қосайын, экранымды қосайын. Так. Міне телефон дайындап отырмын. Сразу сіздерге көрсетем қазір. Мен өштім ғой, Все? Да, аха. Все. Назерке, көрінбей кеттің. Бақытгүл жазып отырсыз ғой, Иә. Мен қостым деп қойып қоспаппын ғой. Тұра тұрыңыздар. Енді қыздарына экранды бір түртіп қалсаңыздар, сізге үлкен болып көрінеді. Түртіп қалыңыздар. Мен көрініп тұрмын ба? Иә, көрініп Телефон тұрсыз. көрініп тұр. Міне, жазулар бәрі көрініп тұр ғой, да? Генерировать число деп мен жаңа поиске жаздым. Готованы басқан кезде... Ойбай, интернет ұстамай қалды ма? Аха. Міне, прям Google'дан мен генерировать етем. Мына жерде бізде екінші сайтқа кірген кезде бір сан қайталанбайтын. Так, сортировать по порядку емес. Так, бізде 149 номерок бар, иә? Иә, 149. 49. Так, енді осы жерде прям цифрасы шығады, қараңыздар. Ең бірінші пылесос ойнатамыз ба, жоқ, жаңағы ақшалай утешительный еді ма? Бірінші утешительный, наверное. Иә, соңғы Утешительный. Жарайды, давайте 3000 теңгеден, 2000 теңгеден ойнатайық. 10. Бақытгүл, жазып отырасыз ба? Все, жазып отырам, аха. Давайте, кеттік. 2000 теңгеден 10 орын бар бізде. Соны ойнатамыз, кеттік. Ал, бисмиллахи-рахмани-рахим. 66. 48. 6. Үшеу болды. 129. Төртеу. 137. Так, бесеу. 127. Қайталанды ма? Жоқ, қайталанған жоқ. Так, алтау болды, иә? Алтау болды. 35. Жетеу. 117. 8. 3. Так, 9-шы орын. Енді 10-шы. 62. 2000 теңгелік ұтыстарыңыз құтты болсын. Так, енді арғарай 3000 теңгелік ұтыстар ойнатылады. 10 орын тоже. 20. 18. 54. 64. 89. 122. 56. Неше болды Бақытгүл ханым? Жетеу. Так, 8-ші. 3000 теңгелік 119. 146. 145. Ал 3000 теңгелік ұтыстарыңыз құтты болсын.
Так, ал енді Қазір барам. бисмилля деп кімге бұйырады екен? Кеттік, бастым. 50-50-ші. Бізде кім екен айтыңызшы, Бақытгүл ханым? 50 кім? Қарап жеріңіздер. Так, 50 кім бізде? Құтты болсын. Так, Жарылқапова Нұрсұлу. Жарылқапова Нұрсұлу кімнің адамы? О, менікі. Қайда тұрады? Қазір қараймын. Чатта жоқ қой деймін. Бар ма осы Құтты жерде? болсын. Тікелей Бар эфирде болса, звондасаңыздар да қосылсаңызшы. болады. Барсыз ба? Нұрсұлу ханым, Нұрсұлу дедіңіз ғой, иә? Аха, Нұрсұлу жоқ қой ханым. деймін группада қарап. Жоқ бұл жерде. Звондасаңыз да болады. Жоқ. Камила Звондауға ханым болады ма? қараңызшы. Звондаңыз. Кімдікі ол, кімдікі? Әдемінікі. Әдемі ханым, ханым клиент. Тосын Әдемі ханым. Мә, Әдемі ханым, жуатын болдың ғой, эфиріңізді жуатын. қосып звондаңыз, давайте. Жуатын болдың ғой. Ол кісі Иә, бар иә, ғой бүгін. Ой. Ол кісі бүгін чатымнан шығып кеткен, білмеймін. Камила ханым, Анара ханым. Сол кісілердікі. Қазір ойбай. Чаттан шығып кеткен несі құрсын? Чаттан шығып кетті, білмеймін, мен ол кісіні шақырғам, давайте деп. Онда қайттан ойнатайық, чаттан шығып кетсе. Зачем бұл Жоқ, алғанда? Енді қой менің адамым ғой. Может Ол быть, чаттан несі соткасы нетіп қалды ғой деймін, Шамай зависать етіп. Айтып жүрген соткам зависать етіледі деп. Жоқ, өзіне бұйырып тұр, не қыла берсін, беріле Жоқ, берсін. оны қайтан ойнамайды. Құтты болсын, Әдемі, Иә. сосын адресін жібересіз маған. Міне, Иә. қайдана? Жіберемін. Міне, вертикальный пылесостарыңыз міне тұр. Маған адресін жібересіз қой. И салып жібереміз, содан кейін ол кісі бізге видео түсіріп жібереді. Осы жерге осы Видео каналға отчет. обязательно видеосын саламыз, жібереміз. Жақсы, аха. Қазір мен ол кісімен хабарласып жатырмын, хорошо. Жақсы, құтты болсын достарыңыз. Құтты болсын, қыздар. Әдемі ханым, вы молодец, құтты болсын. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет, жұғысты болсын. Ең бастысы ренжімейміз. Енді бізде Барлығыңызға бұйырады. клиенттер, құрметті клиенттер, бізде гарантированный 5000 теңгелік сертификат таратып жатырмыз 100 адамға. Соған қатысыңыздар. Ол гарантированный сертификат болады. Обязательно мен гарантированный сертификат алғым келеді деп шақырыңыздар. Айтыңыздар осы жерге шақырған адамдарға, иә? Сіздерді қосап бізде гарантированный сертификат беріп жатырмыз 100 адамға 5000 теңгеден. Давайте, барлықтарыңызға сәттілік, қыздар, тағы да табыстарыңыз құтты болсын. Артынан 0-0-0-0-0 дер жалғасын. Аумин. Алла қаласа, иә. Сабирен Баланс компаниясымен ең бірінші байлық денсаулықтарыңызды нығайтыңыздар. Одан кейін компанияның машина беріп жатқан алыңыздар, беріп жатқан үйін алыңыздар. Компанияда 14 түрлі табыс көзі бар. Оның ішінде сіз армандаған үйіңізді, армандаған машинаңызды және де армандап жүрген путешествияңызға бара аласыздар. Қыздар, бізде путешествие программа, Таиланд программасы ашылып жатыр. Так что тезірек командамызға келіңіздер да бізбен бірге саяхаттаңыздар. Құдай қаласа.